беташар деп, одан кейін келінді ең әдемі суретінде алып келіп, елдердің арасына алып шығып, одан кейін елдерге тамашалатып ана бишараны. Әлі мүмкін күйеу көрмеген шығар оны. Мына жақта шірки нәрселер бар. Мына жақта шірки нәрселер бар. Шірки нәрселер бар. Жалпы беташар салты қазақ халқында кеңінен танымал болған ұлттық құндылықтардың, дәстүрдің бірі болып табылады. Ең бірінші беташардан бұрын қыз айттыру, оған сырға салу, құда түсу секілді амалдар жүзеге асады. Құда түсу бойынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, егер қайсы бірін қызыңа діндар, мінез құлқы жақсы жігіт құда түссе, оған қыздарыңды беріңдер деген хадисі бұл құда түсудің, сырға салу секілді амалдардың негізі бар екендігін, шариғаттан алынғандығына дәлел болып табылады. Ал енді беташар салтына келетін болсақ, ол жерде біздер мән бере бермейтін үлкен мағыналы іс-әрекеттер жатыр. Солардың ең әуелгісі келген келінді өзінің әулетіне, халыққа, қоғамға таныстыру. Яғни қайсысы қайын аға, қайсысы қайын ата, қайсысы ене деген секілді. Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде Хужурат сүресінің 13-ші аятында: «Инна халақнакум мин закари ва унса ва жаалнакум шууба ва қабаиля литаарафу». Расында сендерді бір еркек, бір әйел етіп жараттық. Сонымен қатар бір-бірлерінде танып, білу үшін ұлттар мен ұлыстарға бөлдік деген. Осы жерде келген келін, келген ортасын тану мақсатында беташар рәсімі өткізіледі. Екіншіден, бұл ақ некені жариялау, дүйім жұртқа ас беріп, сол жерде неке қиылғандықтан жариялау, яғни келген адамдардың баршасы олардың некесі қиылғандығына куә болу дәстүрі. Үшінші, үлкендерге құрмет жасап сәлем салу. Рукух тек қана Алла Тағалаға ғана жасалады. Ал енді келіндердің үлкендерге сәлем салуы, бұл жерде ешқандай да бір әбестік жоқ, яғни бұл рукух амалы болып есептелінбейді. Неге? Себебі рукух жасалынуы үшін арнайы шарттары бар. Ең әуелі ниет қылу рукух жасауға. Иннамал амалу бинният деген әрбір амалдар ниетке байланысты. Екінші, қолдармен тізені ұстау. Үшінші, арнайы рукухта дұғасын жасау. Субхана раббил азим деп 3 рет айту. Қайсы бір қазақ келіні өз үйінде үлкендерге сәлем салған сәтте екі қолын тізесімен ұстап, ішінен Субхана раббил азим дұғасын айтып, және мен осы ата енеме рукух жасауға ниет еттім де жасап жатыр. Ешқандай да келін дәл осылайынан сәлем салмайды. Керісінше бұл сәлем үлкендерге деген құрметі және келіннің амандасуы болып табылады. Және ең соңғы бұл жерде атқарылатын іс-әрекет сол беташарды жүргізіп жатқан кісінің өсиет, насихат айтуы. Сол келінге инабатты, ибалы болуы, үлгі болуы үшін насихат айтуында да ешқандай да бір қателік жоқ деп есептейміз.